Был, была, было, были етістіктерін қалай қолданамыз? Был етістігін мужской род сөздермен қолданамыз. Мысалы, у него был кот. У меня был мяч. У тебя был телефон. Яғни, телефон, мяч, кот деген сөздер мужской родқа жататын сөздер. Енді женский родқа тоқталайық. Было етістігін женский род сөздермен қолданамыз. Мысалы, здесь была машина. У тебя была сумка. Здесь была кухня. Бұл жерде кухня, сумка, машина сөздері женский род сөздері. Енді средний родқа тоқталайық. Средний род сөздерін было деген етістікпен қолданамыз. Здесь было кресло. У него было сомнение. Вчера было холодно. Енді көпше түрге тоқталайық. Көпше түрде были деген етістігін қолданамыз. Мысалы, у нас были интересные книги. Мы были солдатами. Енді практикаға тоқталайық. Они. Был, была, было, были в парке. Кеше олар паркте болды деп қалай айтамыз? Олар, они көпше түрде болған үшін были деген етістікті қолданамыз. Сегодня был, была, было, были трудный день. Бүгін ауыр күн болды деп қалай айтамыз? Бізде осы сөйлемде день сөзі мужской родқа жатады, сондықтан да был етістігін қолданамыз. Сегодня был трудный день. Келесі мысал. Она вчера был, была, было, были занята. Ол кеше бос емес еді деп қалай айтамыз? Бұл жерде қыз туралы айтып тұрмыз, сондықтан да было етістігін қолданамыз. Она вчера была занята. Летом мальчик был, была, было, были на море. Жазда ұл бала теңізде болды деп қалай айтамыз? Ұл бала туралы айтып тұр, сондықтан да был етістігін қолданамыз. Сонымен осы сабақта был, было, была, были етістіктерін талқыладық. Келесі сабақта кездескенше.